When you think about Dubai, what do you see and hear? What about the hustle of the city or the Emirati culture? Сәлем достар, әлемде халқы ең кедей тұратын мемлекет дегенде ойыңызға қандай мемлекеттер келді? Иә, біріңізге Африка елдері келсе, кейбіріңіз өзіміздің қазақ елін ойлаған болуларыңыз бек мүмкін. Бірақ біз бүгін Біріккен Араб Әмірліктеріндегі кедейлер жайлы айтатын боламыз. Сіздермен бірге От Таймс арнасы. Ендеше біз бастаймыз. Абу-Даби, Дубай. Бір қарағанда бұл елде ешқандай кедей адам жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде жағдайсыз ойлағандай емес. Жалпы Араб Әмірлігіндегі жұмыссыздық деңгейі 2,4%-ды құрайды. Сәйкесінше бұл жылдан жылға өсіп бара жатқанымен, үкімет барынша жасыруға тырысып бағуда. Біздің сіздерге жеткізіп отырған ақпаратымыз бейресми ақпарат. Себебі үкімет бұл жайлы ешқашан ресми түрде нақты статистиканы жариялап, әлем елдеріне ақпарат таратқан емес. Араб елі әлемдегі ең бай 10 елдің қатарында, алайда елдегі кедейлік 19,5%-ды құрайды. Үкімет қаржысының 83%-ы Абу-Даби, Дубай сынды туризм орындарын әрі қарай гүлдендіруге жұмсалады. Себебі бұл елдің негізгі табысы көзінің бірден бір бөлігі. Егер туризм саласы әлсірейтін болса, елдегі кедейлер саны одан әрі өсері анық. Өйткені дәл қазіргі уақытта мұнай бағасы төмендеп, айнымалы төкпелі кез келіп тұрғанда туризмді назардан тыс қалдыру ел ертеңіне балта шабары анық. Мемлекеттік көмектен көмек алатын отбасылардың кем дегенде 98%-ында тұрмыстық қажеттіліктерге төлем жасауға тыйым салатын несиелері бар. Кейбіреулер бұны қоғамның жоғарғы стандарттары мен Біріккен Араб Әмірлігінде өмір сүру шығындарының кесірінен деп санайды. Мемлекеттік қаржылық көмек алудың өзіндік ережелері бар. Көмек алуға құқылы болғанға дейін үкімет отбасының кірісін, отбасында өмір сүретін адам санын, пәтердің қанша бөлмелі екенін, жалдау ақысы мен денсаулық жағдайын қарастырады. Шетелдерде мигранттар отбасын асырау мақсатында жұмыс жасауға келіп жатады. Оларға бастапқыда жақсы ақы төлеу және салауатты өмір сүру шарттары ұсынылғанымен, өкінішке орай бұл кепілдіктер сирек орындалады. Жалпы бұл елдегі ең төменгі табыс $22 деп белгіленген екен. Бұл бір ай үшін тым нашар көрсеткіш. Болғанымен журналистер кедейлік туралы жазуға құлшынбайды. Себебі үкімет мемлекеттің айналасындағы ақпаратты бақылайды және шындыққа қатысты фактілерді бұғаттап отырады. Экономикалық айырмашылықтар ұлт пен жынысқа да байланысты. Шешім қабылдау кезінде әйелдер үнемі кемсітуге ұшырайды. Бұл кедейлік деңгейіндегі алшақтыққа ықпал етеді. Иә достар, біз сіздерге сыртқа жүнін қампайтып көрсеткен Араб Әмірлігінің өзгеден жасырған құпиясын сіздерге ұсындық. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылып, каналымызды достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Сіз үшін От Таймс.